Сәлем менің сүйікті көрермендерім, сіздермен бірге қазір етті тұздап мұздатқышта қалай сақтау жолдарын бөліскім келіп отыр. Оны баршаңыз да білесіздер. Ет сатып алдық, жақсы свежий ет, жартысы жылқыныкі, жартысы қойдікі. Жылқының етін кашіге турауға, асқа, ал енді қойдың етін лапшалауға. Міне етті алып, шағындап кесіп аламыз да, осамыз, жұқалап, тұздаймыз. Жиі осыған жақсы да, тұз сіңіп жақсы дәмді болып тұрады етіміз. Мен бірнеше жылдан бері осылай ет алсам, тұздап, сорықтырып, сосын барып қағазға орап, сөйтіп морозилкаға саламын. Қыздар, мына тума туысқандарыңызбен бөлісуге болады осы менің видеоммен. Комментарий қалдырыңыздар, ой пікірлеріңізді айтып отыруға болады. Подписчик кнопкасын басамыз. YouTube каналының дамуына үлестеріңізді қоссаңдар, нұр үстіне нұр болады. Міне қыздар, көріп жатсыздар ғой, етті жақсылап остық, енді тұздап жатырмыз. Бәрі де білет, етті тұздап осып дегенмен де артық етпес деп сіздермен бөлісіп жатырмын. Мынау қойдың еті міне. Барлық етті осылай осып, тұздап, сол мына ыдысымызға үлкен сала береміз осылай. Міне етімізді тұздап болдық, қыздар. Енді бетін салапанмен жауып бір күн тұрады. Кеште тұздадым ба, ертесіне кеште уже алып сорықтырамыз. Міне қағаз жайдым столдың үстіне, етімізді алып сорықтырып жатырмыз. Бір кішкене сорыққаннан кейін оны сары қағазға орап, мұздатқыштың бір несін алып, кармашкасын алып, соған саламыз қазір. Не салафанға салып атқаным қойдың еті. Қойдың етін айттым мен лапшалауға деп. Бұл отдельно осылай тұрады. Міне мякітті, таза етті сары қағазға орап жатырмын. Міне әрі орын алмайды, әрі дәмді етіміз. Мен осылай істеймін сіздерге, соны көрсетіп жатырғаным. Мен бірінші рет емес, талай осылай істеп жүрмін. Бұрыннан да осылай істеймін. Етті алып, тұздап, сорықтырып, қағазға салып, сосын морозилкаға саламын осылай. Міне холодильниктің асты менде. Енді сіздерге көрсетейін дегенім, морозилкадан алдым бір-екі қағаз етімді, қағазға ораған етті. Сіздер көрсін деп мені көрсетіп жатыр. Міне керемет. Әрі холодильнигіміз таза тұрады, су ақпайды, әрі етіміз дәмді, тәтті болады. Міне осылай жасасаңыздар, тап осылай мен сияқты тұздап, сорықтырып, қағазға орап салсаңыздар, еттің дәмі өте күшті. Рахмет, сау болыңыздар.